баламызды жақсы көңіл күймен бастау үшін ортаға келіп, бір-бірімізге жылы тілек арнайық. Оқушылар, қазір өзіміздің қасымыздағы досымызға бүгінгі күнге жақсы тілек арнаймыз бір сөзбен, яғни жүректен жүрекке. Мен Рамазанға бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Маған не тілейсің? Сізге қуаныштымын. Өте жақсы балалар. Олай болса балалар қазір топқа бөлінейік. Есімдерімді алдын ала енгізіп қойдым. Бірінші топтың оқушыларын қараңдар. Санат, Әйгерім, Руфина, Ибрагим және Жанболат. Осы оқушылар бірінші топқа жайғасып отыра қалайық. Оқушылар, бүгін біз сабақта жақсы жетістікке жету үшін сендерге 5-ті ережесін көрсетейін. Тәртіп болу керек бізде, талап болу керек, тыныштық, тазалық және татулық. Осы ережелерді сақтайтын болсақ, біз топқа жақсы жұмыс жасап, нәтижеге жететін боламыз. Енді балалар, біз күнделікті сабақта Блум таксономиясымен жұмыс жасап жүрміз ғой. Яғни бүгінде осы Блум таксономиясымен біз балалар жұмыс жасайтын боламыз. Енді балалар, біз топта жақсы жұмыс жасау үшін мен сендерге өзін-өзі бағалау парағын беремін. Әр оқушы сабақтың басынан аяғына дейін осы этаптар бойынша, кезеңдер бойынша өз-өздеріңді бағалап отырасыңдар. Жақсы ма? Біз топта жақсы жұмыс жасау үшін топ басшыларын тағайындап алайық. Бірінші топтан кім топ басшысы болады? Кімді тағайындайсыңдар? Әйгерім. Боласың ба, Әйгерім? Келісесің ба? Өте жақсы. Өткен тақырыпты қайталап өтейік. Өткен тақырып бойынша біз қайтын тілінің алфавитін сәйкестендіріп жіберейік балалар. Бізде алфавит берілген мына жақта және оның атауы берілген. Осы бойынша сәйкестендіріп шығайық. Кім жауап береді? Ең бірінші латын әрпінің үлкен және кіші әріптері қайсысы болады? Үшіншісі. Оқушылар ары қарай жалғастырайық. Арнайы символдар қайсысы? Екіншісі. Тамаша, көрейік, тексеріп, өте дұрыс айтасыңдар. Келесі қызметтік сөздер. Біріншісі, яғни for, if, plus, create деген. Өте тамаша, жақсы балалар. Яғни өткен тақырып бойынша біз тілімізді бір тексеріп шықтық. Біз қараңдар, аудармай сендерге материал бердім. Осы материал бойынша біз жаңа тақырыпты ашайық. Мына суретке қарағанда біздің жаңа тақырыбымыз қандай деп ойлайсыңдар? Қандай болды? Деректер. Өте тамаша. Біз бүгінгі сабақта нені меңгереміз? Деректер типтермен танысасыңдар. Деректер типтерін жіктеуді үйренесіңдер. Және Python тілінде қарапайым есептерді шығарасыңдар. Бұл біздің бүгінгі мақсатымыз. Біз төменгі сыныпта ақпараттың бірнеше түрлерімен таныстық. Естеріңде ме? Қандай ақпараттың түрлері бар? Дыбыстық және жоқ. Бізде көбіне біз ютубта не көреміз? Видео, яғни бейне ақпарат. Сонда бар, ақпараттың 5 түрі бар екен. Бүгінгі тақырыбымызда соған өте ұқсас. Яғни біз деректерді өңдеу үшін осындай ақпараттың бірнеше түрлерін қолданады екенбіз. Енді балалар, Python тілінде бізде деректерді өңдеу үшін оларды бірнеше жіктерге бөлген. Мәтіндерде нелер тұрады балалар? Мәтіндерде? Жоқ, мәтіндер. Әріптер болады, тағы нелер болады? Нүктелер, жақсы. Енді балалар, сандар нелерден тұрады? Сандар? Сандардан тұрады, жақсы. Деректердің типтері осындай 5 түрге бөлінеді екен. Оқушылар, енді сендер математика пәнінен білесіңдер, бүтін сандар. Қандай сандар жатады бүтін сандарға? Бүтін сандар. Қандай? Екіге бөлінетін сандар. Яғни бүтін бөлігі бар сандар, бөлшек бөлігі болады ма оның? Бөлшек бөлігі болмайды, дұрыс айтасың. Тек қана бүтін бөлігі болады. Енді балалар, біз Pythonда бүтін сандарды int деп сипаттаймыз. Көрдіңдер ме? Int деп сипаттаймыз. Енді келесі бар. Нақты сандарға нелер жатады? Қандай сандар? Нақты сандар деген екіге бөлінеді. Яғни бүтін бөлігі бар және несі бар? Бөлшек бөлігі бар. Қараңдар. Бүтін, ана жерге қараңдар, 25/156 деген сан бар. Яғни оның бүтін бөлігі бар және бөлшек бөлігі бар. Ондай сандарды біз балалар float деп сипаттаймыз. Келесі жолдық, яғни мәтіндер. Олар міндетті түрде тырнақшаның ішінен алынады. Тырнақшаның ішінде қандай сөз тұр? Бір боды, кд, б. Яғни балалар жолдық сандарды біз str деп сипаттаймыз. Ол міндетті түрде ненің ішінде алынады? Неге тырнақшаның ішінде болатын мәндердің барлығын біз str деп сипаттаймыз. Келесі логикалық типтер. Дұрыс, true, false деген қандай мағынаны білдіреді? Дұрыс, ақиқат немесе жалған деген мағынаны білдіреді.
яғни есептің барысында true false деп берілетін болса, біз оларды бұл деп сипаттаймыз. Сонда бізде бала деректің осы 4 түрі бар екен. Қайталайықшы, қандай? Кейін, дұрыс, бұл өте тамаша. Енді балалар, біз деректің типтері деп атадық қой. Деректің типтерін балалар біз type деген функция арқылы анықтай аламыз. Енді балалар, барлығымыз тақтаға қарай біз есепті қалай шығарамыз. Оқушылар, енді есептің бір мысалы көрсетейін. А мен бұға бір мән берейік. Айтыңдаршы, аға қандай мән берсек болады? 4,5. Дұрыс, 4,5. Бұға 2,5. 2,5. Жақсы. Осы екеуін не істейік, көбейтейік па, қосайық па? Аудан табайық. Көбейтейік. Неше жақша болады? 2 жақша. Дәл осылай біз Pythonға программаны енгізетін болсақ, ол біздің нені тауып береді? Жауабын тауып береді және дұрыс несін анықтайды? Типін анықтайды. Өте жақсы. Оқушылар, қазір мен сендерге деңгейлік тапсырмалар беремін. Ол 3 деңгейден тұрады. А, В, С деңгейі. Соңында мен сендерге жауабын көрсетемін. Жауабын тексереміз. Дұрыс болатын болса, ең жоғары ұпай 3 балл. Өздеріне 3 балл деген ұпай бересіздер. Өте жақсы. Жақсы, балалар болса, онда әрқайсың бір компьютерге отырайық та Python тілін іске қосып, дәл осы есептің нәтижесін аламыз. Оқушылар, барлығымыз болдық қой, бірінші деңгейді. Жақсы, енді нәтижесін тексеріп өтейік. Нәтижесі қанша шықты? Деңгейлік тапсырманы береді сендерге. Қараңдар. Тік төртбұрыштың, яғни S ауданы берілген 8,5 тең, екінші V қабырғасының мәні 3,2 тең. Біз нені табамыз? Мөлдір, есебің бітті бі? Иә. Жақсы, түсіндіре қойшы, қалай шығарсың? Бізде S-дің мәні 8,5, ал оның мәні 3,2. Мен A-ның мәнін табу үшін ауданды қабырғаға бөлдім. Сонда бізде 2,5 шықты. Ана еді принттерді айтып, қалай шығардың принттерді? Принт жақша А жабылған. Принт жақша үстіңгітір А тең, үстіңгітір астыңгітір тайып жақша А және Енді үшінші деңгейлі біздің соңғы есебіміз. Бұны да дәл сондай Аның мәні. Оқушылар, есеп төгіттік па үшінші деңгейлі есепті? Жауап қанша шықты? 21,4. Ал типі қандай? Жақсы тексеріп көрейік, дұрыс екен. 21,4. Нәтижесі флуат. Өте тамаша бала. Деңгейлік тапсырманы барлығымыз орындадық. Енді ортаға келіп барлығымыз отыра қалайық. Бағалау парағына өзіміздің бағамызды қойып қоямыз. Келіңдер балалар, ортаға келейік. Өзіміздің жағындай Python тіліндегі алған білімімізді қорытындыладық, иә? Өзіміздің Word сервисінде деректердің типтерін анықтадық. Әр оқушы өздерінің алған балдар жазып қойыңдар ма? Бағалау парақтарын жазғаннан кейін балалар жалпы балымызды шығарып, сол балға байланысты оқушылар өзіміздің бағамын жазып тұр. Яғни қандай шкала бойынша біздің қанша бал алатынымыздығы көрініп тұр. Балалар, көп рахмет. Барлықтарына 10 балл жарайсыңдар. Сабақ аяқталды.